Танымал әнші Ғаділбек Жаңай Тайыр Нұғманға берген сұхбатында алғаш рет той жүргізген кезін еске алды. Мені алғаш Алматыға келгенде Ақтаулық Арман деген музыкант жігіт күтіп алған. Сол жігіт маған: «Ғадүш, ресторандарға, тойға қатысты маған хабарласыңдар деп нөміріңді қалдырып кет» деді. Кім біледі? Бірде музыкант асаба керек болып қалады. Келесі күні маған телефон шалады. «Администратор қыз, тойға шығасыз ба?» деп хабарласады. Мен өмірімде той жүргізбеген адамын. Бірақ қалтамда көк тиын жоқ, келістім. Сөйтсе той иелері келіскен асаба келмей қалыпты. Кешке болатын тойға түстен кейін барып алдым. Костюм тозып кеткен, көк түсті көйлегімнің өңі кетіп қалған. Таныс асабалардан сценарийді сұрап дайындалып отырмын. Сөйтсем түрлері басқаша адамдар кіріп келе жатыр. Администратордан сұрасам, ұйғырлардың той екен. Мен қазақша жүргіздім, олар орысша, ұйғырша сөйлесіп тілек айтты. Той иесі жақсы кісі екен. Жалғыздың жары Құдай демекші, той күшті өтті. Өзім таңғалдым, өзімді шоумен сезіндім. Бірде ұйғырша ән сұрады. Қонақтар тілек айтады, тойнамы, әні ойнайды, мен шақырамын. Сөйтіп той өтті дейді өнер иесі. Әнші сол кезде тойдың иесі жомарттық танытып, өзінің еңбегін жоғары бағалағанын айтты. Сол кезде тойды жүргізгенім үшін $100 берді, одан бөлек қызын құттықтағаным үшін 2000 теңге берді. Тойдан шығып, әлемдегі ең бай адам кім? Ғаділбек Жаңай деймін ғой. Сол ақшаға заттар сатып әкеліп, Мира әпкем, сіңілісі Арай бар, түнімен тойлаттық дейді Ғаділбек Жаңай.